қазақтар келсе, оларға бауырсақ керек, бешбармақ керек. И вот сонымен тұрамын. А еще тағы бірдеме пісірсем, значит, біреуін сүремін, сосын екінші қоямын, сосын ананы тағы қойып пісіремін. Фурманов көшесіндегі 119 үйде 1966 жылдан бері тұрып келген София ханым зейнетке шыққанда қаланың қақ ортасында отырып, газға зар болып осындай бейнетті көремін деп ойламаған. Айтуынша, егер әкімшілік газдың жағдайын бір қалыпқа келтірмесе, прокуратураға газсыз отырған тұрғындармен бірлесіп арыз жазамыз дейді. Интернетте жазылу бар, что бұрын мынаған ақша выделить етті. 1 миллион 600. Какой подтвердить етті біз болғанда. Ол ақша қайда? Уже 1 жыл өтіп жатыр. Қазір январьда ол ақша уже, қазірда уже жоқ ол ақша. Қайда кетіп қалды ол ақша? Вот, соны білу керек. Вот, енді прокуратураға береміз. Алмалы ауданына қарасты Фурманов, Бөгенбай Батыр, Панфилов көшелеріндегі 4 үйдің тұрғындары газ болмағандықтан тоқ пештерге көшіп, тоқтың ақшасы қалтамызды қақты дейді. Ал тұрғындардың мүддесін қорғап жүрген Аққу тұрғын үй иелері кооперативінің есепшісі осы уақытқа дейін әкімшілік тарапынан құрғақ уәдеден басқа еш іс-қимыл көрмедік дейді. В акимате мы обращались. Біз аудандық әкімдікке де бардық. Ол жерде табиғи газды орнатқанша газгөлдерге сұйытылған газды толтырып отырамыз деді. Ол да жоқ. Мұрат Қажы Ақбарұлының қабылдауына қанша өтініш берсек те, бізді қабылдамайды. Бәлкім әкімдіктегілердің ығырын шығарған болармыз. Қалалық энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасына кезекті рет қабылдауға өтініш білдірген зейнеткерлерді әдеттегідей басқарма басшысы қабылдаған жоқ. Әйтсе де көптің сауалын жауапты шенділерге қоюдың реті түсті. Дело в том, что наружные сети... Сыртқы газ желісінің барлығын Қазтрансгаз Алматы акционерлік қоғамы жүргізуі тиіс болатын. Алайда аталмыш мекеме қаражат болмағандықтан осы жобаны өзіміздің қолымызға алдық. Жергілікті бюджеттен қаржы бөлінді. Енді аптаның соңына дейін мердігер компания анықталады. Келесі аптадан бастап таңдалған компания жұмысқа кірісіп, 2 жеті көлемінде жұмысты аяқтайды деп ойлаймын. Ал тұрғындар әкімшілік тарапынан берілген уәдеге сеніп, тағы да 1 ай уақыт газды күтеміз деп тарқасты. Әнуарбек Жәлел, Дәурен Әбішев, Қазақ Ньюс, Алматы.